Сәлем баршаңызға. Қараңыздар, көп адамдар кереметті сұрайды екен. Кереметтің болғанын қалайды екен. Өйткені комментарияның көбінде сондай кереметті қалаймын, ғажайыпты қалаймын деп жазған. Тағы да бір практика, шынымен де керемет нәрсені қалайсыз ба? Онда осы практиканы бүгіннен бастап менімен бірге жасап жүріңіздер. Қалай дейсіз ғой, мына сөзді күнделікті айта бересіз. Бұдан да керемет не болуы мүмкін деген сөзді айта бересіз. Мысалға, біреу сізге осындай жай ғана бір мандарин берді, бір ұштық мандарине, мысалы бір коллегаңыз берді. Мынаны алып жатқанда ішіңізден айтасыз, бұдан да керемет не болуы мүмкін. Сол кезде сіз бір күннен кейін, болмаса 2 күннен кейін, тіпті одан да ерте уақытта апельсин алатын боласыз. Оны алғанда да сөйтіп айтасыз, бұдан да керемет не болуы мүмкін. Сол кезде сіз сыйлықтың одан да кереметін көрсете береді. Алла тағаладан сұрасаң, не болуы мүмкін керемет десеңіз, сізге, бұдан да кереметті сұрап тұрсың, міне саған деп бере береді екен, көрдіңіз ба? Бұл жағдайда тіпті балаңыз төмен баға алып келсе де айтыңыз, бұдан да керемет не болуы мүмкін. Балаңыз өте жоғары баға алып келетін болады. Өміріңізде қандай да бір жағымды жағдай болса да, жағымсыз жағдай болса да, осыны айтасыз. Өткенде бір әйел айтады, Нұржанат, мені дейді, бір абысыным маған звондап, жерден алып, жерге салып, сен сондайсың, сен мұндайсың деп айтты.